Баршаңызға сәлем, өте дәмді әрі жұмсақ болатын булочки жасаймыз. Рецепті видеоның астына қалдырамын, менде бұл жерде 2 еселенген рецепт. Булочкаларымыз үшін жылы сүтімізді құйып аламыз. Сүт міндетті түрде жылы болуы керек, және де қантымызды саламыз. Және осы массаның үстіне жұмыртқамызды саламыз. Жақсылап араластырып аламыз, яғни біздің қантымыз, жұмыртқа, сүтіміз бір-бірімен бірігуі керек. Келесі кезекте сұйық майымызды құямыз, және де осы массаның үстіне алдын ала еріген сары майымызды құйып, тағы да жақсылап бір араластырамыз. Және де ашытқымызды саламыз. Ашытқыны салғаннан кейін тағы да ашытқымызбен осы массаның үстіне ұнымызды салып, ұнды рецепт барлығын осы видеоның астына жазып өтемін. Және де жақсылап қажетінше ұнды салғаннан кейін жұмсақ қамыр илей бастаймыз. Қамыр илеу барысында ұнды бірден көп салудың қажеті жоқ, себебі әркімнің ұны тығыздығы әртүрлі болады. Сол себепті алдымен аз-аздан сала отырып, басы біріккен жұмсақ қамыр илейміз. Және де қамыр дайын болғаннан кейін бетіне май жағып, жылы жерге қойып аламыз. Және де ашыған қамырымыз осындай әдемі болып көтеріледі. Мен бұл жерде 80 граммнан бөліп шықтым. Қалауыңызша 60 немесе 40 граммнан бөлсеңіз болады. Алдын ала барлығын осылай форма беріп, бірінші дөңгелек күлше жасап аламыз. Булочки жасаудағы ең басты ереже, қамырымызды осылай күлшелеп алғаннан кейін міндетті түрде бетін осылай целлофанмен және де орамалмен жауып, жылы жерге 15-20 минутқа міндетті түрде қалдырамыз. Жылы жерде тұрған булочкаларымыз осылай жақсылап көтеріледі. Сосын барып, осылай булочкеміздің формасын жасаймыз. Мен осылай видеода көрсетілгендей етіп, орап форма келтірдім. Барлығына бірдей форма бердім. Қалауыңызша басқа да форма түрлерін жасасаңыз болады. Сіздерге түсінікті болу үшін осылай видеода 2 рет қайталап көрсеттім. Бұл булочкалардың ортасына салма, яғни начинка салсаңыз да болады. Формаларын жасап алғаннан кейін міндетті түрде тағы да бетін жауып жылы жерге қоямыз. Сосын барып көтерілгеннен кейін, осындай пышный, яғни әдемі болып көтерілгеннен кейін барып, бетіне жұмыртқаның сарысы мен сүтті жағамыз да алдын ала қызған пеште 180 градуста пісіріп аламыз. Дәл осындай әдемі жып-жылтыр булочкалар шықты. Жасап көріңіздер.